Аурушан ақсақ қыздың оқиғасы. Мен бақытты әйелмін деп нық сеніммен айта аламын деген таныс тәтемнің өмір баянын жазайыншы деп өзінен сұрап алдым. 80-ші жылдары оқуға өз қатарымен түсе алмаған, аяғын сылтып басатын Аурушан қыз ауылында жұмыс жасап жүр еді. Совхоз жолдама берсе, жоғары оқу орнына оңай түсуге болатынын ести сала, директордың кабинетіне қарай ұшады. Көреміз деп шығарып салған бастықтың кабинетіне ол күнде келуін тоқтатпайды. Бірде қабылдау бөлмеде күтіп отырғанында жартылай ашық есіктен бастықтың бұл ақсақты қоймайды екен, ана түрімен нені қыртам дейді дегенін естіп, екінші келместей болып үйіне қайтады. Тамақ ішпей, төсектен тұрмай жылап жатқан қызына анасы бірдеме қылып жолдаманы әкеліп береді. Жолдаманы қолына алып тұрып, ақсақ қыз ант береді. Директор жолдас, ақсақ болсам да, сізге мықты екенімді дәлелдеймін. 12 мүшесі сау қыздардан мың есе артық болам. Мен бақытты боламын. Сізді әлі талай таң қалдырамын, деп дірілдеген жас қыз қиын тағдырын өзгертуге қалаға кетеді. Оқуын қызылға бітіріп, қызметке тұрады. Қалай екенін айтпады, бірақ ұзын бойлы, сұлу, сымбатты военный жігітке по всем казахстанским правилам құдалық, той, кит, үкі ілу, өлі тірісіне дейін жасатып, күйеуге шығады. 90-шы тоқырау жылдары күйеуі екеуі фирма ашып, жақсы ақша тауып, ақсақ қыз ауылдағы бүкіл туыстарына көмектеседі. Сол бақытты кездерде ауылға келгенде әлгі бастық көшеде кетіп бара жатса, қасынан жап-жаңа иномаркамен батпақ шашып өтіп кететінмін. Ай, жас кезім-ай, мас кезім-ай деп мұңайып. Былтыр марқұм болған сол директордың бейіт басына бардым. Көп жыладым, рахмет айттым. Сіздің сол кездегі бір ауыз сөзіңіз бүкіл өмірімді өзгертті. Сол сөзді естімесем оқуға түсе алар ма едім? Осындай жігітке күйеуге шығып, балалы, шағалы, бақытты әйел болар ма едім? Сізге ерегісіп ауруды да жеңдім. Болмайды дегеннің бәрін болдырдым деп ол кісіге көп дұға жасадым, дейді аппақ сұлу тәтем. Қыздар, ренжіткен, ауыр сөз айтқан адамдарын болса, құр сөзбен ерегіспей, ақсақ қыз сияқты мықты екендеріңді іспен дәлелдеңдер. Тағдыр мені тепкіледі. Адамдар қоса ренжітті деп жылай бермей, өмір үшін күресіңдер. Бақытты болашақ үшін шайқасыңдар. Болмағанды болдыртыңдар. Бәрінде жеңуге болады.